Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін нәзік печеньенің рецептімен бөлісемін. Каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Мен тоңазытқыштан шығарған соң микроволновкада кішкене ерітіп алдым. Үстіне қант ұнтағы, яғни сахарный пудраны қосамыз. Қантпен алмастыруға болмайды. Осы қант ұнтағының көмегімен бізде масса воздушный болады. Ал піскен кезде өте жұмсақ болып шығады. Бірінші осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Сосын миксердің көмегімен жақсылап 4-5 минуттай массамыз ағарғанша шайқаймыз. Ұзақ араластыру арқылы печеньеміз өте нәзік болып шығады және қамыр қопсытқышты қажет етпейді. Міне біздің массамыз ағарды. Үстінен жұмыртқаның ағын қосып, тағы да 1-2 минуттай жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын болып қалды. Үстінен ұн мен ванилинді қосып, лопаткамен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Ванилинді қоспасаңыздар да болады. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. Печенье бізде тез дайын болады. Осы дайын массамызды мешочыққа салатын боламыз. Кез келген қолыңызда бар насатканы қолдана берсеңіздер болады. Мен осындай насатканы қолдандым. Пешімізде 15-20 минутта 200 градуста пісіп шығады. Печенье дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.